Осы формулаларға есептер қарастырайық. Бірінші, синус 120 градустың мәнін табуымыз керек. Ол үшін синус 120 градусты қосбұрыштың формуласы бойынша жазсақ, екі еселенген синус 60 градус, косинус 60 градус. 60 градустағы синус пен косинустың мәндерін қойып есептесек, түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең екен. Косинус 120 градустың мәнін табатын болсақ, онда косинусты 2 косинус квадрат 60 градус минус 1 деп жазам. 60 градустағы мәнін квадраттап жазсам, 2 көбейтілген 4-тен 1 алынған 1. Бұны есептеген кезде минус 2-ден 1. Ендесе косинустың 120 градустағы мәні минус 2-ден 1-ге тең болады екен. Косинус 4 альфа қосылған 6 альфа өрнегін көбейтіндіге түрлендіру керек. Формулаға салатын болсақ, 2 еселенген косинус 4 альфа қосу 6 альфа бөлінген 2. Косинус 4 альфа минус 6 альфа бөлінген 2. Қосуды және оны 2-ге бөлсек, онда 2 еселенген косинус 5 альфа көбейтілген косинус альфа түріндегі көбейтіндігі келеді. Косинус пи бөлінген 3 минус альфа минус косинус пи бөлінген 6 плюс альфа айырмасын көбейтіндігі түрлендіру керек. Формула бойынша минус 2 синус 45 градус, бұндағы 45 градус минус светта мен плюс светта қосқанда жойылып кетеді дағы. Пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 6-ның қосындысы пи бөлінген 2, олның жарысы 45 градусты береді. Синус айырмасының жарысы пи бөлінген 12 минус светта. Синус 45 градустың мәнін қойып есептеген кезде минус 2 түбір асты 2 синус пи бөлінген 12 минус ветта түріндегі көбейтіндігі айланады. Синус альфа қосылған 2-ден 1 өрнегін көбейтіндігі түрлендіру керек. Бұндағы 2-ден 1 деген санды синус пи бөлінген 6 өрнегімен алмастырам. Сонда синус альфа мен синус пи бөлінген 6-ның қосындысы формулаға қоятын болса, 2 еселенген синус альфа бөлінген 2 пи бөлінген қосылған пи бөлінген 12 көбейтілу косинус альфа бөлінген 2 минус пи бөлінген 12 деген синус пен косинустың 2 еселенген көбейтіндісіне ауысады.